Армысыз құрметті көрермен, эфирде көршінің қызы, жайғасып отырыңыз. Нан бағасы 200 теңге, қаймақтың ең арзаны 400 теңге, ал қара нанның құны 350 теңге. Азық-түліктің бағасы өткен айда 50 мың болса, бұл жолы қаншаға шығады екен? Қазақстандықтар әлеуметтік желіде азық-түлік бағасы жаңа жылдан бері бірнеше есе өсіп кетті деп шағымданып жатыр. Ал ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов бұл пікірмен келіспейтінін айтқан. Вице-министрдің айтуынша, баға тек маусымдық себептерге байланысты өскен. Яғни, көкөністерді сақтау шығындары, сонымен қатар жарамсыз өнімді алып тастау сияқты факторлар әсер етеді. Қымбаттаған өнімдер қатарында қырыққабат, сонымен қатар сәбіз, картоп, ұн мен нан бар. Әлеуметтік желі қолданушылары ресми дерекпен келіспейді. Олардың айтуынша баға айтарлықтай өскен. Ал сіз жақта қарапайым нан бағасы қанша? Түркістанда ер адам өз әйелін күштеп психорталыққа жатқызған. Бұл әрекет отбасылық жанжалдан соң болған. Яғни ер адам екі досымен келісіп, әйелін байлап матап, күштеп көлікке отырғызған. Оны Шымкенттегі психикалық денсаулық орталығына апарып, заңсыз түрде стационарға орналастырған. Сот анықтағандай, бұл әрекет алдын ала жоспарланған болып шықты. Ал даудың басы ер адамның үйде заңсыз 16 оқ дәрі сақтау. Бұл әрекеттен соң әйелдің күйеуі 9 жылға, ал оның екі досы 8 жылға түрмеге қамалмақ. Сондай-ақ олар әйелге 11 миллион теңге өтемақы төлеуі тиіс. 1500 теңге үшін 3 жылға сотталды. 2025 жылдың тамыз айында айыпталушы мас күйде тұрған танысынан 1500 теңге қарызын қайтаруды сұраған. Бұл оқиға Жамбылда болды. Алайда жанжал шығып, екеуі төбелесіп кеткен. Сот дерегінше берешегін сұраған ер адам өзіне қарыз адамның 4 қабырғасы сындырған. Салдарынан ер адамның үстінен іс қозғалып 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Бір бапкер олимпиадада 13 елдің күртесін киіп елді таң қалдырды. Француз мәнерлеп сырғанау жаттықтырушысы Бенуа Ришо 2026 жылдың олимпиадасында ерекше көзге түсті. Ол жарысқа 13 елден келген 16 спортшыны алып барған. Яғни бір емес, бірнеше құраманың өкілдерін жаттықтырады. Желіде бапкердің күртесін бірнеше рет ауыстырып, әр елдің атынан шыққаны түсірілген бейне тараған. Мысалы, ол Ника Эгадзе деген Грузия спортшысын, Стивен Гоголевті Канада атынан, ал Франция атынан тағы басқа спортшыны олимпиадаға алып барған. Бір күнде жаттықтырушы 5 түрлі спортшымен бірге отырып 5 рет форма ауыстырады. Қысқасы, бұл олимпиадада ең көп жүгірген адам спортшы емес, бапкер болды. Ал енді ол бапкердің әр елден алатын жалақысын өзіңіз санап көріңіз. Көршінің қызы бүгінгі эфирін аяқтады. Арнаға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыз.